саламатсыздарбы? Бүгін біз Кинодо сайтынан қалай скидкамен товар ала болатыны жайлы көрсететін боламыз. Ол үшін бірінші басты беттегі жоғарыда тұрған будильник, яғни сағаттың суреті тұрған бейнені басамыз. Содан кейін ішіне кірсек, міне неше түрлі товарлардың шығарып қойған. Міне жоғарғы жағында міне сағат 13:00 деп тұрған товарлар, яғни бұл 13:00-ге дейінгі аралықта тұрған скидкада тұрған товарларды көрсетеді. Яғни сағат 1-ге дейін осы товарларды сіздер жеңілдікпен алып үлгересіздер. Сонымен қатар міне қасында қапталар жылжытқан кезде 14:00 деп тұр, яғни бұл сағат 2-ге дейінгі скидкада тұрған товарлар. Оларды да сағат 2-ге дейін ғана алып үлгере аласыздар. Сонымен қатар мысалы бір скидкада тұрған товарды көрсетейін. Мысалы міне бірінші тұрған носкиді басамыз. Басқан кезде кейбір кезде дәл сол баға шықпайды, кейбір баға өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы міне 5 пар носки 400 балдарға арналған. Сол бағасымен өзгермей тұр, міне 1 юань, яғни 0,9 юань. Ал 10 пар носки 4,9, яғни примерно 5 юаньға ала аласыздар. Бұл 10 пар носки, ал 5 пар носки жаңағы скидкада тұрған сол 0,9 юань теңгемен ала аласыздар. Бағасы өзгермей сол қалпында тұр. Және де одан да басқа көптеген товарлар тұр. Соның кез келген өзіңіз таңдап ала бересіздер. Мысалы детский көйлек тұр екен, соны қарап көрейік. 2,9 юань дейді. Мен бір көйлек таңдадым. Енді размерін таңдайын. Размер таңдағанда тек қана үстіне 1 юань теңге ғана қосып тұр. Үстіне тек 1 юань теңге қосып тұр екен. Тіпті 1 юаньға да жетпейді. Мен қарап көру үстіне 3,97 дейді. Солай келесі товарларды да сөйтіп қарап ала берсеңіздер болады. Бұл тек қана міне жоғарыда көрсетілген сағат 1-ге дейінгі ғана уақыт аралығында. Тағы да басқа пендуштың лайфхактарын білгілеріңіз келсе, каналыма жазып лайк басып кетіңіздер, тіркеліңіздер.